Инстаграмда хит болып жатқан лаваштан шашлыкты мен де дайындап көрдім. Дәмі енді керемет болып шығады екен. Егерде кешкі асқа қандай тамақ дайындаймын деп ойланып отырсаңыздар, дәл осы шашлыкты дайындап дәмін көріңіздер. Ең алдымен салмасын дайындаймыз. Тартылған етімізге сарымсағымызды, дәміне қарай тұзын, бұрышын қосамыз да жақсылап араластырып аламыз. Бізге дәл осындай көлемі үлкен лаваш қажет болады. Лавашты қақ ортасынан екіге бөліп аламыз да шет жақтарын барлығын дүзулеп әдемілеп шығатын боламыз. Сол кезде біздің шашлығымыз бір келкі әдемі болып шығады. Дәл осылай лавашымызды жайып аламыз да ортасына жұп-жұқа етіп салмасын жаясыздар. Әрбір қабатын дәл осылай әдемілеп жасап шығасыздар. Барлығын жасап болғаннан кейін ұзынша етіп турап аламыз да дәл осы видеодағыдай әдемілеп бір келкі етіп қатар-қатар тізіп аласыздар. Қатармен тізгеннен кейін дайындап алған шпажкамызды біздің шашлығымызға саламыз да өзімізге ыңғайлы көлемде турап алатын боламыз. Менің шашлықтарымның көлемі өте үлкен болып кетті. Бұдан кішірек қылып жасасаңыздар да болады. Дәл осылай барлығын шпажкамызға тізіп аламыз да 180 градуста қызып тұрған пешімізде 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Әркімнің пешіне де байланысты болады. 15 минуттан кейін арнайы соусын жағасыздар. Соусын жаққаннан кейін тағы да духовкаға 15 минутқа пісіріп аласыздар. Соусқа керек заттардың барлығын төменге жазып қалдыратын боламын. Мінекей біздің шашлығымыз дайын болды. Дәл осылай свежий салатпен ұсынсаңыздар керемет дәмді болып шығады. Дәл осындай шашлыкты дайындап бірге шай ішу керек жақындарыңызға, құрбыларыңызға осы видео рецепті жіберуді ұмытпаңыздар.